Саламатсыздар ма, оқушылар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы шоқ жұлдыздар. Бүгінгі сабақта меңгергеніңіз жұлдызды аспан, шоқ жұлдыздар, жұлдыздық шама, Ардуиноны қолданып шоқ жұлдыздар жасау және де жұлдыздардың жарықтығы бойынша тәжірибе жасау. Жұлдызды аспан жерден көрінетін аспан денелерінің жиынтығы, яғни жұлдыздар, жұлдыздардың шоғыры, ғаламшарлар және ғаламшарлардың серіктері және тағы басқалар. Астрономдар жұлдызды аспанды әртүрлі мақсаттағы телескоптармен зерттейді. Айсыз ашық түні ешқандай құралсыз адамдар 5-6 мыңға дейін жұлдыздарды көре алады. Бұл жұлдыздар күн жүйесіне жақын орналасқан жұлдыздардың бірі және галактикадағы миллиардтаған жұлдыздардың бір кішкентай бөлігі. Шоқ жұлдыздар. Адамдар ерте заманнан бері жұлдыздардың орналасуын жан-жақты жануарларға, адамдарға, денелерге ұқсатып шоқ жұлдыз атауын берген. Мысалы, үлкен аю, кіші аю, темірқазық, жеті қарақшы және тағы басқа. Шоқ жұлдыз дегеніміз нақты шекарасы бар және осы шекарасындағы барлық аспан денелерін қамтиды. Халықаралық астрономия одағының шешімімен осы 88-ге жуық шоқ жұлдыздардың шекарасын бекіткен болатын. Жұлдыздық шама аспан денелерінің бақылаулы маңында аудан бірлігіне түсетін жарық энергиясын ағынын және жарықтандыруын сипаттайтын өлшеуші шама. Мысалы, көрнелік жұлдызды шаманың алғашқы жұлдыздық шаманы енгізген гректің ғалымы Гепарх болатын. Бізге көзге көрінетін жұлдыздардың жарқырауы, жарықтығы осы жұлдыз туралы білетін ақпараттардың негізгісі осы болып табылады. Мысалы, Гепарх жұлдыздарды 6 топқа бөлген. Яғни, ең жарық жұлдыздарды 1-ші топқа, көмескілерін 6-шы топқа жатқызған. Жұлдыздардың жарқырауын және олар көрнекі жұлдыздық шаманы біздер N әрпімен белгілейміз. Яғни, ағылшынның магнитип, яғни шама деген сөзінен алынған болатын. Мысалы, 1,5 магнитип десек, N көрсеткіші саннан кейін жоғары жағында көрсеткіш болып жазылатын болады. Яғни, бұл жерде егер көрсеткіш кіші болса, оның жарықтығы соғұрлым жоғары, яғни соған сәйкес жалтырлығы да жоғары болады. Ендігі кезекте Ардуиноны қолданып шоқ жұлдыз жобасын жасап көрейік.
жұлдызымызды жасап болдық. Енді жұлдыздың жарықтығы бойынша тәжірибе салып көрелік. 19 ғасырдың ортасында ағылшынның астрономы Норман Паксон жұлдыздық шаманы есептейтін жаңа үлгі ұсынды. Жұлдыздық шаманы есептеуде фотометр құралын қолданады. Көзге байқалатын жұлдыздық шаманы көрінерлік деп атайды. Неге? Өйткені оны абсолюттік жұлдыздық шамадан бөліп алу үшін қолданады. Мысалы, бір жұлдыздың жарықтығы жоғары, бір жұлдыздікі төмен болуы, бұл жұлдыздардың жарықтығы туралы ешқандай ақпарат бермейді. Неге? Өйткені оның жарық болуы, бұл жақын жерде орналасуы, сәйкесінше алыс болғасын оның жарықтығы төмен болады. Бұл жерден шығатын қорытынды осы жерде тек біздер нысанның қаншалықты жарық екенін көруімізге болады. Олай дейтініміз, жер бетінде бақылаушыларға жарық энергиясының қаншалықты мөлшерде келіп жатқанын көруге болады. Бүгінгі біздің айтпағымыз осы. Сіздерге түсінікті болды деп есептеймін. Сау болыңыздар.